Қарақалпақстан өлкөсі бай тарихи мирасларға һәм мәдени байлықларға ие. Өлкөміз өзінің мұқаддес орынлары һәм табиғи байлықларменен айрықшаланып тұрады. Атақлы академик археологлар Гулямов һәм Толстов тарапынан екінші жер жүзілік ұрыстан бұрын Қарақалпақстанда алып барылған археологиялық ізетлеулер 60-шы жылларда өлкөмізде археология ілімлерінің қалыптасуына күшлі тәсірі болды. Қобла арал бойлары естеліктері хақында қолжазба деректерменен бірге мәдени мирасларымыз бойынша археологиялық жұмыслар алып барылды. Қарақалпақстан Республикасында Көркем өнер музейі 1966 жылдың 15 февраль санесінде Нөкіс қаласында шөлкімлестірілді. Художник һәм этнограф Игорь Витальевич Савицкий халық арасынан талантлы жас художниклерді таңлап алды. Оларға ұстаздық етіп, суретлеу өнерінің сырларын үйретті. Оның Қарақалпақ мәдениеті, көркем өнеріне қосқан минеті айрықша. Ол кең сахрайы Қарақалпақ елінің ауылы менен даласын аралап жүрді. Қарақалпақ ауылларында жүріп жинаған бұйымлары бүгін музейдің бахалы экспонатына айланды. Пайтақтымыз Нөкіс қаласында көркем өнер музейінің пайда болуы Москвалы суретші Игорь Витальевич Савицкийдің педагерлік минеті һәм шөлкімлестіру істерменен байланыслы. Қарақалпақ көркем өнердің сағасы әйемгі заманларға барып тақалады. Ертеден ақ халық арасында көркем өнер жақсы рауажланып, ол тикарынан тұрмыс, дәстүр һәм үрп әдетпенен тығыз байланыста болды. Тоқу, нағыз салу, ағашқа ою, тағыншақлар, металлардан бұйымлар істеу арқалы халық өнерменшілері өздерінің тұрмысларын образлы түрде сәулелендірген. Қоршап тұрған орталықты тарихи рауажланудың әр қилы этапларында болып тұрған өзгерістерді өздерінің өнерлерінде қалдырған. Бибаһа дүрдіналар жиналған музейіміз коллекциясы бұл милоттан дәстепкі 3-ші әсірден баслап, біздің әсірімізге шекемді мәдениетіміздің бір бөлігі хақында мағлумат беруші қазине. Археологиялық бөлімде Хорезмнің әйемгі һәм орта әсірлердегі мәдени һәм материаллық мәдениеті, Топрақ қала, Міздақхан, Төк қалалардың археологиялық табылмалары һәм өлкөміз аймағынан табылған тарихи қазылма байлықлар орын алған. Өлкөміздің Анка қала, Борлы қала, Қырыққыз қала атрапларынан табылған ассуарилер аймағымызда зардушлік діні үстемдік еткенінен дерек береді.
Коллекциямыздан орын алған теңгелер территориямызда 3 әсірден 19 әсірге шейін айланыста болған. Олардың құрамы тикарнан, мыстан һәм күмістен істелген. Қол өнері бөлімінде зергерлік, тоқымашылық, кестешілік, өнер үлгілері орын алған. Зергерлік өнерін ер адамлар меңгерген. Әрбір ауылдың өз зергері болған. Олар бұйыртпашының талабынан келіп шығып, өнімді істеген. Зергерлік бұйымлары бас безену, көкірек безену һәм қол безену бұйымлары болып үшке бөлінеді. Орайлы көкірек безену бұйымы һәйкелі есептеледі. Тикарнан күміс, ақ металл һәм асыл таслардан пайдаланған. Қол безену бұйымлары ең көп тарқалған болып, олар білезіктер һәм жүзіктер есептеледі. Қаслы білезіктерді қыз келіншектер таққан, ал орта жастағы һәм қария аналарымыз құйма білезік таққан. Ата-бабаларымыз күнделікті тұрмыста пайдаланатын бұйымдарын көркем өнер дәрежесіне жеткерген. Сол қатарда атлардың да ер тұрманларын безеуге айрықша ітібар берген. Халқымыз көркем өнерінің ерте дәуірлердегі әдеуір араважланған түрі тоқымашылық болып, онdan сол уақытта адамлар өздері жасайтын жайларды безеу үшін пайдаланған. Тоқымашылық өнерінен бина болған нәрселер нағыстыларға бай болып, техникалық әдістерінің, нағыстыларының һәм колоритінің байлығы менен ажыралып тұрған. Музей залындағы көргізбеге қойылған кілем үлгілері үш ұсылда, түклі, терме һәм аралас ұсылда тоқылған. Қарақалпақ аял қызларының бас киімдерінің бірі сәукеле һәм төбелек. Сәукеле келіншектің тұрмысқа шығу тойында киетін бас киімі. Дулыға көрінісіне ие. Төбелек шұқа етіп күмістен істеліп, алтыннан пу беріледі. Феруза тасларыменен безеледі. Қарақалпақ аял қызларының киімдері өзгешелікке ие болып, көркемдік жақтан безелуінде теңі тайы жоқлығыменен айырылып қана қалмай, оның атамалары да оғыры көп. Қызыл кимешек келіншектердің жиынлық бас киімі есептеледі. 6 жаста бастасаң асырарсың, 7 жаста бастасаң жеткерерсің деп, халқымыз қызларын ертеден ақ өнерге үйретіп отырған. Көк көйлек қыз келіншектердің той киімі. Көк көйлекті тіккенде үй шараятында иірілген пақтаны индиго бояуына бояған. Бұл бояудың өзі ұлы жібек жолы арқылы басқа елдерден алып келінген. Алдыңғы тарапы толығыменен кестеленген. Сауыт нағыз, сырға нағыз һәм өмір дарағы сияқты нағызлар менен безелген.
Қара үйде қарақалпақ өнерінің дерлік барлық түрі жәмленген. Қарақалпақ қара үйін дөретуде ағаш ұсталары, ағашқа оюшылар, кілем тоқушылар, өрмек тігушілер, киіз басушылар, шыпта тоқушылардың шеберліктері біріккен. Шебер мүсіншінің қолынан бінят болған минетлер көркем өнер музейінің көргізбе залын безеп тұр. Қарақалпақстан халық художнигі, Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Өзбекстан көркем өнер академиясы академигі Жолдасбек Құттымұратов суретлеу көркем өнерінде өзінің мектебін жаратқан дөретуші. Бүгін ол үй ұстаханасында жаңа дөретушілік істеріменен бәнд. Художник дөретушілігінде бүткіл жаратылысты ана образы арқылы жеткеріп береді. Мысалы, ана жер ана дөретпесі кейінгі жыллар ішінде істеген минетлерінің бірі. Мүсінші Дәрібай Төрениязовтың өзіне тән шеберлік ұсылы бар. Ол көбірек дөретушілік жұмыстарын аңыз һәм әпсаналар тикарында істейді. Өмірбек Лаққы, Сирен құсы бұның мысалы. Бірінші қарақалпақ художнигі, театр сахнасын безеуші художник һәм сценограф, Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қарақалпақстан һәм Өзбекстанға қызмет көрсеткен көркем өнер қайраткері Қадырбай Саипов өзінің қысқа өмірі давамында халқы үшін істеген минетлеріменен Қарақалпақ суретлеу өнерінің рауажлануына үлкен үлес қосқан художник. Музейде художниктің 100-ден астам жұмыстары болып, олар арасында живопис картиналары, спектакльге істенген сахна безеулері һәм художниктің көркем өнерде басып өткен жоллары толық сәулеленген.
Қарақалпақ художниклерінің дөретпелері музейге көплеп жиналып, олар халқымыз үшін ісленген игіліклі істердің бірі болып табылады. 1970 жылдардан басылап, Қарақалпақстанда суретлеу өнерінің көптеген түрлері рауажлана бастады. Осы жылдарда бір қанша художниклер топары қалыптасып, кейін ала жетекші орындарда болып, олар Қыдырбай Саипов, Қауендер Бердімұратов, Жолдыбай Зентаев, Абдулла Ерімбетов, Жолдасбай Пеканов, Базарбай Серекеев, Жеңіс Лепесов, Фаим Матгазин, Музаффар Ищанов һәм Мұрат Құдайбергеновлар еді. Художник ұстамумен дүретушілігіндегі графикалық һәм живопислік минетлерінде өзіне тән шеберлік көзге тасланады. Орал Таңсықбаевтың картиналары Третьяков галереясының алтын фондында, Өзбекстан мемлекеттік музейінде, Санкт-Петербургтағы Рус музейінде һәм көптеген мемлекеттердің жеке музейлер коллекциясынан орын алған. Белгілі художник өзінің панорама пейзажларында туылған жер, ауыл, қалалардың сұлу көріністерін әр түрлі реңдерде жеткеріп беруге еріскен. Өзбекстан суретлеу өнері мектебінің тикарын салушылар Александр Волков, Павел Бенков, Михаил Курзин, Николай Карахан, Елена Каравайлар болып есапланады. 1920-30 жыллары Өзбекстан художниклері үшін ізденіс дәуірі болды. Бұл шеңбер суретлеу өнерінде әр түрлі жөнелістерді қамтиды. Шығысы Белоруссиялы Василий Лысенко Ташкентке 1922 жылы келеді. Бұл жерде Өзбекстанның талантлы художниклерімен бірге істесіп, ашылысу дәуірі басыланады. Рус авангарды жинағы хақында Любовь Попова, Александр Шевченко, Роберт Фальк, Вера Пестель, Михаил Ледантю, Рувим Мазел сияқты художниклердің минетлері кең түсінік береді. Бүгінгі күнге келіп, Европа мемлекеттері, Америка Құрама Штатлары, Япония, Австралияның ең баслы дүниялық басылымлары, һәм оның Германияда, Францияда, Италияда, Америка Құрама Штатларында, Австралияда, Голландияда, Испанияда болып өткен көргізбелері арқылы бұл музей дүнияға танылды.
Музейдің графика фонды бөлімінде 25 мыңнан астам графикалық шығармалар орын алған. Музей коллекциясы 100 мыңға жақын экспонатты өз ішіне алады. Олардың 3% ғана экспозиция залларында көрсетілген, ал қалған 97% музей фондында сақланады. Фондта экспонатларды сақлаудың өзіне тән заманауи техникасы қалыптасқан. Бөлмелердің ылғалдық дәрежесі, жылылық температурасы, жақтылығы сияқты әхметлі факторларға әтібар қарату экспонатлардың өміршеңлігін тәминлейді. Уақыт өтіп тозған картиналарды қайта істеуге тура келеді. Бұнда реставратор-художник Шпадиннің минетлері көзге тасланды. Художник һәм реставратор Альбина Шпади Қарақалпақстан көркем суретлеу өнері иелерінің ең кексе әулет уәкілі. Оның дөретушілігі көп қырлы. Көпшілік бөлігі үй ұстаханасында, тек айырымлары ғана Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік көркем өнер музейінен орын алған. 1960 жылы Қарақалпақстанға көшіп келеді, һәм бұл жерде Игорь Витальевичпенен танысады. Міне бұл жыллар художник хаялдың кейінгі тұрмыс жолын һәм қызығушылық шеңберінің кескін өсуіне алып келді. 1960-61 жыллары Шпадиннің халық әмели өнері үлгілері бойынша Сюзанна һәм гілемдер үшін өзінің бірінші эскизін жаратты. Цех жұмысының іске түсуі хаял қызларды жұмыспенен тәминлеуде һәм Қарақалпақ халқының өнерін қайта тіклеуде үлкен әхметке ие. Художник Альбина Андреевна сызған эскиздер тикарында гілемдер тоқылады. Британияда шығатығын телеграф басылымы әдеттегіден өзгеше саяхатшылық жөнелістерінің онлығын түсті. Қарақалпақстан пайтақты Нөкс қаласы да ұсу онлыққа кіргізілген. Нөксті тәріптегенде Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнері музейі хақында сөз етілген. Дізімді түзушілер Савицкий коллекциясын теңі тайы жоқ дүрдана деп атаған. Бүгінгі күнде музейдің жаңа комплексінің құрылыс жұмыстары алып барылмақта. Өзбекстан Республикасы президенті тарапынан 2013 жыл Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақстан Республикасы мемлекеттік көркем өнер музейінің нәубеттегі құрылысын 10 миллиард сом көлемінде инвестициялау хақында қарары қабылданды. 2013 жылдың 10 март сәнесінен бастап объекттің құрылысы іске түсірілді. Музейдің жаңа комплексі үлкен жаңалықтың келбеті. Бұл Савицкийдің арманы еді. Дәстепкі экспонатларды жинай бастаған дәуірінде ол Нөкске музейді тамашалау үшін елі көплеген дүния елдерінен мейманлар келеді деп арманлаған болса, бүгінлігінде бұл тұрмыс шынлығына айланды.